2020 жылы 25 тамызда Қазақстан Республикасының Білім және Ғылым Министрлігінің балалардың құқықтарын қорғау комитеті мен Қазақстан Республикасында балалардың құқықтарын қамтамасыз ету мәселелері жөніндегі балалар өкілдіктерінің жұмысы туралы ереже бекітіліп, содан бері өкілдіктер өз жұмысын жасап келеді. Омбудсмен дегеніміз атқарушы билік органдары мен лауазымды тұлғалардың қызметінде азаматтардың заңды құқықтары мен мүдделерінің сақталуын бақылау функциялары жүктелген лауазымды тұлға. Әр өкілде лауазымды қызметін растайтын Қазақстан Республикасының Білім және Ғылым Министрлігі балалардың құқықтарын қорғау комитеті табыстаған куәлік пен төсбелгі бар. Өкілдіктер құрылғалы бері балалар өкілдіктерімен бір қатар жұмыстар атқарылды. Атап айтсақ, 2021 жылы Қазақстан Республикасының оқу-ағарту министрі Аймағамбетов пен Қазақстан Республикасының оқу-ағарту министрлігі балалардың құқығын қорғау комитетінің вице-министрі Иманғалиев пен Қазақстан Республикасының бала құқықтары жөніндегі уәкіл Аружан Сайын мен онлайн форматта кездесу. 2022 жылы 10 тамызда Қазақстан Республикасының оқу-ағарту министрлігі өкілдіктерімен онлайн кездесу. 2022 жылы 18 тамыз Астана қаласында білімді ұлт терең білім, еңбекқорлық және отаншылдық қасиет тақырыбында Қазақстан Республикасының оқу-ағарту министрлігі өкілдіктері және Қазақстан Республикасының адам құқықтары жөніндегі уәкілмен кездесу өтті. 2022 жылы 7 және 9 желтоқсан күндері Астана қаласында балалар жылын қорытындылауға арналған конференциялар өткізілді. 2022 балалар жылына орай ЮНИСЕФ Қазақстан Республикасындағы Біріккен ұлттар ұйымының балалар қорының ұйымдастыруымен 7 желтоқсан күні Астана қаласында Қазақстан Республикасындағы бала құқығы қорғаудың жаңа тетіктерін енгізу тақырыбында конференция өтті. Қазақстан Республикасының оқу-ағарту министрі Асхат Аймағамбетов республикамыздың әр өңірінен келген бала құқықтарын қамтамасыз ету жөніндегі республикалық кеңес мүшелерімен кездесті. Мен Батыс Қазақстан облысының балалар құқығын қорғау өкілі ретінде аталмыш шараға қатысып келдім. Алқалы жиында еліміздегі бала құқығын қорғауға қатысты өзекті мәселелер талқыға түсіп, бала құқығын қорғаудың жаңа тетіктерін енгізуге қатысты ұсыныстар ортаға салынды. Министр Асхат Қанатұлы бала өкілдіктерінің атқарылған жұмыстарының нәтижесінде оң ілгерілеудің бар екендігін алға тартып, бұл жұмыстардың жүйелі жалғасатындығын атап айтты. 7 желтоқсан күні балаларда министрмен жеке кездесуге мүмкіндік болды. Кездесу жағымды, позитивті атмосферада өтті. Министр қарапайымдылығымен ерекшеленіп, балаларды жаттанды, мадақ сөздерден аулақ боп, еркін пікір алмасуға шақырды. Алғы сөзден соң 40 баланың ішінен алғашқы болып баяндама жасау мен үшін үлкен абырой болды. 9 желтоқсан күні Астана қаласында Қазақстандағы балалар жылы, балалар құқығын қорғау саласындағы өзекті мәселелер, басты түйткілдер мен кедергілер тақырыбында конференция ұйымдастырылды. Жиынға Чехия, Хорватия, Австралия, Қырғызстан елінің сарапшылары мен Біріккен ұлттар ұйымының балалар құқығын қорғау ұйымының өкілдері, Қазақстан Республикасының оқу-ағарту министрі, балалардың құқығын қорғау комитетінің вице-министрі, Қазақстан Республикасының балалар құқығы жөніндегі уәкіл, педагогтер қатысып, еліміздегі балалар құқығын қорғау мәселелері талқыланды. Еліміздің әр өңіріндегі бала құқығының қорғалуына үлес қосып жүрген бала құқығын қорғау өкілдеріне диплом табысталды. Мұндай шаралардың балалар үшін де, жауапты мемлекеттік органдар үшін де өзекті мәселелерді оңтайлы шешуге маңызы зор. Біздің міндетіміз берілген ақпараттармен бөлісу. Бала құқығын қорғаудан қалыс қалмай, әр қайсымыз үлес қосайық. Сәкен Сейфуллин атындағы дарынды балаларға арналған мектеп ұжымына және сол мектепте білім алатын барлық жастарға жалынды сәлем. Астана қаласынан Еуразия бірінші арнасының ұжымының атынан сіздерге әрдайым тек қана сәттілік, іске сәт, жолдарыңыз ақ болсын.